Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең оңай үй жағдайында шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың бетіне шоколадтан глазур жасап құйып жіберсеңіздер де болады. Әрине өз қалауыңыз бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен 200 грамм сүтті ысытып аламыз. Осы ыстық сүттің үстіне 30 грамм какаоны осы електен осылай өткізіп аламыз. Және 70 грамм қант қосып саламыз. Сүтті қатты қайнату маңызды емес, жай ғана ысысаңыз болғаны. Осы какао мен қантты ыстық сүттің ішінде еруі керек. Жақсылап араластырып алған соң шетке қойып қоямыз. Рецепттің ортасында пайдаланамыз. 3 жұмыртқа, үстіне 120 грамм қант салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Бірінші жай жылдамдықта бастап, кейін жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Әппақ болып көпіруі керек, сол кезде пирог жақсы көтерілетін болады. Жаңағы дайындап алған ыстық сүтімізді тағы да жақсылап араластырып жіберіп, жұмыртқалы массамызға құямыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сұйық май құйып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп араластырып аламыз. Мен бұл жерде 1 шай қасық раздрыхитель қосып жібердім. Кішкене араластырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егерде ұнның барлығын бірден салып жіберетін болсаңыз, пирогыңыз басылып қалуы мүмкін. Сол себептен аз-аздан салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Дәл осындай болып шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Міндетті түрде табанның астына пергамент қағазын төсеп алыңыздар. Алдын ала пешті қыздырып алсаңыз, пирогыңыз жақсы көтерілетін болады. Пирогты 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Енді әркімде пеш әртүрлі, піскен-піспегендігін осылай ағаш таяқшамен анықтап алсаңыздар болады. Егер құрғақ болып шықса, піскені, пирогты толық суытып барып аласыздар. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіздер болады. Егер де видео пайдалы болып жатса, лайк басып, өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.